Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді шоколадты мраморный печенье дайындайтын боламыз. Міндетті түрде толықтай видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Бізге ұн, какао, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, май, қант және ванилин қажет болады. Алдымен еріп тұрған жұмсақ майымызға қантымызды салып, жақсылап екеуін араластыратын боламыз. Одан кейін ванилин қосамыз 5 грамдай. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Какао саламыз. Қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды шетінен салып отырып, қамырымыз бізде тығыз қамыр болмау керек. Сәл қолға жабысатындай қамыр жасаймыз. Сондықтан қамырды шетінен сала отырып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Тығыз қамыр жасамаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде қамыр осындай жабыспақ болып келеді. Осылай барлығын толықтай араластырып, кейін силиконды лопатканың көмегімен жан-жағын барлығын толықтай тағы да араластырып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен немесе салафанмен жауып, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Кейін 1-1,5 сағаттан кейін холодильниктен алып, 35-40 граммнан өлшеп, противеньге орналастырамыз. Алдын ала осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз. Дайын болған печеньеларымызды сахарный пудраға аунатып аламыз. Духовкада 180 градуста 20 минуттай пісірамыз. Сырты қатып тұрған соң сразу духовкадан аламыз. Сырты кішкене хрустящий болып келеді, іші толықтай пісады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.